Йоу, сәлем YouTube әлем, сіздермен бірге мен Аял ойыңыз. Достар, бүгінгі видео бізде жаздан естуге болатын жайында мен сіздерге бүгін 50 идея дайындадым, және де оларды қысқаша ғана түрде айтып кететін боламын. Так что видеомызды көп созбай бастайық. Hey fam, tryna be your man. Me talking to you, it's God's plan. No, I don't want a nice stand. Take you around the world, just grab my right hand. Пикникке шығыңыздар. Почему бы нет, достарыңызбен, отбасыңызбен, немесе өзіңіз пикникке шығып, күніңізді сағат таңғы 5-тен бастаңыздар. Өздеріңіздің бөлмелеріңізге өзгеріс енгізіңіздер. Яғни неше түрлі аксессуарлар жасасаңыздар болады, немесе декорлар іліңіздер, немесе бөлмелеріңізді жазға сай етіп өзгертіңіздер. Аттракцион парктерге барып, сол жақта өздеріңізді фобияларыңызды жеңіп, және де қызықты етіп уақытты өткізіңіздер. Жаңа нәрсе үйреніңіздер. Мысалға ол тіл болуы мүмкін, немесе тамақ пісіріп үйреніңіздер, неше түрлі өздеріңіздің хоббиларыңызды тауып үйреніңіздер. Необычный прическа немесе стиль, маникюр, неше түрлі нәрселерді алып, неше түрлі образдар құрастырып, өздеріңізбен өзіңіз болыңыздар. Өздеріңізге новый привычка ойлап табыңыздар. Таңертең күн жылы болатындықтан да ерте тұрып прогулка істеп көріңіздер. Табиғат аясында жаздық фотосессия ұйымдастырыңыздар. Бір күн ұйқы күнін ұйымдастырып, таңнан кешке дейін ұйықтап, өздеріңізбен өздеріңіз демалыңыздар. Ал бір күн қыдыру күнін ұйымдастырып, таңнан кешке дейін қыдырыңыздар. Достарыңызбен путешествияға шығыңыздар, яғни саяхаттаңыздар, әртүрлі қызықты жерлерге барып көріңіздер. 24 сағат ұйықтамаймыз деген челленджді сіздерде жасап көріңіздер. Яғни түні бойына ұйықтамай достарыңызбен болса өте қызығырақ болады. Әртүрлі қызықты нәрселер пісіріп, әртүрлі түнімен әңгіме айтып, кино көріп, солай таңда атқызсаңыздар болады. Таңғы ең алғашқы сәулені көріңіздер. Летний шопинг жасап, гардеробтарыңызды жаңартыңыздар. Когда дождь болған кезде жаңбырмен қыдыруды ұмытпаңыздар. Яғни жаңбырда қыдырып, солай жаңбырлы прогулка істеңіздер. Подругаңызбен, немесе құрбыларыңызбен, немесе достарыңызбен киноға, немесе бір өзіңіз киноға, театрларға барып, концерт көріңіздер. Отбасыңызбен, немесе достарыңызбен настольный игра ойнаңыздар, яғни үстел үстіндегі ойындарды ойнаңыздар. Ол, например, монополия болуы мүмкін, немесе карта, неше түрлі ойындар. Мореге немесе бассейнге барып шомылуға барыңыздар, яғни жаз мезгілінде шомылу ол өте таптырмайтын хобби. Подготовка к экзамен. Кеш болса да, немесе сіздер кеш болса да, ерте болса да, осы экзаменге дайындалыңыздар. Кешке закатпен кездесіп, яғни закатта неше түрлі фотоларға түссеңіздер болады, тауға шығып. Немесе встретиться на рассвет, яғни таңғы сәулемен кездесіп, солай тауға шығыңыздар. Мне кажется, это будет очень весело. Например, себетпен неше түрлі жемістер жинап көріңіздер, яғни құлпынай жинасаңыздар болады, это очень прикольно. Немесе басқа да жемістер болса, бақтарыңызда соларды жинаңыздар, неше түрлі нәрселер жасаңыздар, немесе жеңіздер. Табиғат аясында баққа отырып, кітап оқыңыздар, яғни чтение на улице. Егерде сіздерде осындай мүмкіндік болса, яғни лагерге барыңыздар, почему бы нет, мектептеріңізде ондай жағдай болса, міндетті түрде лагерге барыңыздар. Мүмкіндіктеріңіз болса, түні бойы караоке ұйымдастырыңыздар. Достарыңызбен болса, бұл өте керемет болады. Яғни караоке айтасыздар. Ал если подъездеріңізде болса, онда не надо. Вдруг соседтер, ладно. Просто так гулять етіп жүре бермей, уборка істеңіздер. Бір күн үйді әдемілеп, тазалап, жинап, керек емес нәрселерді лақтырып, сондай уборка істеңіздер. Подругаларыңызбен бірге бір нәрсе пісіріңіздер. Бұл өте қызықты болады. Үйге шақырып, немесе бір жерге жиналып, немесе достарыңызбен, немесе отбасыларыңызбен бір нәрсе пісіріп дайындаңыздар. Далада билеңіздер. Почему бы нет? На улицада, яғни далада, табиғат аясында, немесе өздеріңіздің сүйікті музыкаларыңызды қосып, бақ ішінде билесеңіздер, бұл өте просто. Эстетичный пикник ұйымдастырыңыздар. Яғни просто эстетичный. Өздеріңіздің образдарыңызда тура сондай эстетикалық болады, и пикник просто супер болып шығады. Өздеріңіздің дене бітімдеріңізбен айналысып, спортпен айналысыңыздар. Как всегда, на улицада тренировка істеңіздер. Если сіздер кей-попқа қызықсаңыздар, онда өздеріңіздің сүйікті топтарыңыздың, группаларыңыздың билерін билеп үйреніңіздер. Велосипед, скейтборд, самокат, немесе ролик теуіп үйреніңіздер. Это очень весело будет. Понимаете? Просто теуіңіздер, неше түрлі прогулка істеңіздер, сырғанаңыздар. Это очень будет весело.
гүлдердің букетін жинаңыздар. Яғни далада көп гүлдер өседі, яғни солардан неше түрлі букеттер жинап, оны отбасыларыңызға, достарыңызға немесе өздеріңізге жинап, сондай букет жасапсаңыздар, это будет очень весело и очень круто. Еще бұл өте күшті болады, өте әдемі. Өздеріңізбен бірге бір күн бойы өздеріңізге өте күшті уютный күн ұйымдастырыңыздар. Яғни сіздер бүткіл күн бойына өздеріңізге күтім жасайсыздар, ванна қабылдап, уход істеп, өздеріңіз істемеген, өздеріңізбен боласыздар да, типа өздеріңізге күтесіздер, өздеріңізбен бірге ванна қабылдап, сондай эстетичный болып, сондай өте күшті уютный болады барлығы. А вот бір күн өзіңізбен бірге свидание жасаңыздар. Өте әдемі киініп алып, кафелерге барып, немесе өздеріңізге бір нәрсе сатып алып беріп, өздеріңізге гүл алып беріп, сондай өте күшті свидание болады. Неше түрлі вечеринка ұйымдастырыңыздар, немесе вечеринкаларға барыңыздар. Бұл өте күшті, уақытыңыз өте күшті өтеді, неше түрлі әдемі болып, вечеринкаларға барып тұрыңыздар. Басқа қалаларға барып, жаңа жерлерді көріңіздер. Тек өздеріңіздің жерлеріңізде, тек өздеріңіздің аудиторияларыңызбен ғана емес, жаңа орталармен танысып, жаңа жерлерді көріңіздер. Өздеріңіздің телефондарыңызға летний плейлист жасаңыздар, яғни жазға арналған өте күшті музыкаларды скачать етіп, соларды тыңдап, жаздың вайбымен жүріңіздер. Пожарить шашлык со семьей, яғни өздеріңіздің отбасыларыңызбен бірге шашлык пісіріп, оны далада от жағып жесеңіздер, это очень круто. Өздеріңіздің ата-әжелеріңіз болса, олардың ауылдарына барыңыздар. В общем, ата-апаларыңыздың қолына барыңыздар. Ол жақ өте күшті болады, жазда ол кісілерге көмектесіп, ол кісілердің қасында болсаңыздар. Почему бы нет? Это очень круто. Таңертең өздеріңізге мотивация беру үшін, өздеріңізді жайлы болсын десеңіздер, ерте тұрып далада йога немесе мотивация, аффирмация жасаңыздар. Это очень круто, сіздерге өте күшті көмектеседі. Қазір жаз ғой, мороженый, смузи, коктейль, еще что. Сок немесе әртүрлі нәрселер жасаңыздар. Яғни холодный, күшті өздеріңіз жейтіндей, өздеріңіз қолдарыңызбен сондай холодный мороженый немесе сондай нәрселер жасаңыздар. Сіздер неге қызығасыздар? Марвел, фильм, немесе просто так аниме, дорама, Netflix, еще что. Ужастик жанрлары, әртүрлі фильмдерді көріңіздер. Өздеріңіз қалайтын фильмдеріңізді көріп, бітіріп, бірақ сыйлайтын емес. Приставкамен PlayStation ойнаңыздар, немесе әртүрлі ойындар ойнаңыздар. Достарыңызбен бірге ойнасаңыздар, это очень круто. Ночь в палатке в лесу. Понимаете? Это очень будет круто. Понимаете? Білмеймін, мен өзім өте қалты қалаймын, чтобы лесте, енді бір негізі мне пофиг. Мен наоборот, сондай ужастиктерін атам. Орманда палатканың ішінде жатасың и прям жұлдыздарға қарайсың. Өте күшті болады, сондықтан да бұны қайталап көріңіздер, если сіздерде возможность болса. Әрине абайлаңыздар. Если сіздерде мүмкіндік болса, жаз болғандықтан да телефоннан демалыңыздар. Почему бы нет? Телефонды демалысқа қойыңыздар. И телефонды демалысқа жіберіңіздер, и өздеріңізде телефоннан демалыңыздар. Барынша виртуалды емес, өздеріңіздер реальный өмірлеріңізбен өмір сүріп үйреніңіздер. Гарри Поттердің бүткіл частарын көріп шығыңыздар. Это очень круто будет. Гарри Поттер өте күшті фильм. Вам советую, ребята. И еще Wednesday Addams көріңіздер, если көрмесеңіздер. Это тоже типа сондай фильм. А еще сіздер Айденді білесіздер ма? Ладно. Даже если сіздер блогер болмасаңыздар да, почему бы нет, блог түсіріп көріңіздер. Кейін өздеріңізге қызықты болады. Әр күннен үзінді түсіріп, сосын оны осы 3 ай бойына жинасаңыздар, өте бір күшті фильм шығады. Шыны керек, өте қызықты моменттердің бәрін түсіріп жүріңіздер. Немесе селайден өздеріңіздің бір күндік влогтарыңызды түсіріңіздер. Это сіздерге прям естелік болады. Тек бір ғана ортамен шектеліп қалмай, адамдармен общение ұстап үйреніңіздер. Жаңа достар табыңыздар, жаңа орта табыңыздар, әртүрлі адамдармен араласып үйреніңіздер. Тұйық болмаңыздар, мен сияқты. Өздеріңізге жаңа мақсат қойып, кітап оқыңыздар. Яғни жаз бойына бір кітапты бітірем деген мақсатпен, сондай кітапты күнде часто оқып тұрыңыздар. И вот самый последний это өздеріңіздің кішкентай кездеріңіздегі барлықтарыңызда фотолар бар деп ойлаймын. Сол фотоларды қайталап көріңіздер. Яғни сондай позада тұрыңыздар, кейбіреулер осылай түсуі мүмкін. Мен мысалға осылай түскен фотоларым бар. Соларды, например, қайталап көрсек, очень весело будет. И потом одан видео жасасаңыздар, немесе картинка жасап көріңіздер, өте қызықты болады. И все на этом. Солнце, ребята, солнце.
знаете, я очень люблю солнце. Солнце, солнце. Солнце, ребята, солнце. Как же я обожаю это. Наконец-то. Наконец-то и все. Солнце. Hey fam, tryna be your man. Me talking to you, God's plan. No, I don't want a one night stand. Take you around the world, just grab on my right hand.